Ал енді бауыры ауыратын адамдарға мынау қойдың жас балғынның бауырын алып, шалап сіріп, жуа қосып, соны үзбей 15 күн жейтін болса, адам баласының бауыры орнына келеді. Міне сыртын қаптаған бұжыр-бұжырдың бәрі кетеді. Ал енді мынау басты айтады. Басты құр үлкендерге гәне тартып қоймайды, қарағым. Басты әбден жақсылап үйтіп болғаннан кейін, оны терісі менен түгел бәрін таңлайы менен, құлағы менен алып, ол кезде мынау ет тартқыш деген жоқ, қол менен мұжып, кішкене ғана қызыл бұрышпен тұз салып, осыны үлкен ақсақалдарға беретін болса, оның миы жаңылмай дұрыс деп кетеді. Ал енді мынау қойдың ішек қарнын түгел тап-таза қылып тұрып, бұны суға бір ғана бұрқ өткізіп, содан бар майға жуамен араластырып, бұл кезде мынандай жуалар жоқ, тауда өсетін жуа болған. Сонымен нанның ішіне орап беретін болса, адамның ішек қарнындағы жаманшылықтың бәрін айдап шығарады. Қазір өкімет дәрмен айдайды ғой. Ол кезде қазақ халқы осылай айдап отырған болатын. Жылқының майы адамның сүйегі сынып, оны доғдыр жоқ, дәнеме жоқ, қисайып бітеді ғой. Сол кезде жылқының майын бір жеті жаңағы сынған сүйекке жағып шықылдатып қоямыз. Содан кейін барып, ана сынықшы оның орнына кетіп дүзейді, қарағым. Сондықтан 4 түліктің пайдасы ішіге де, сыртыңа да, басқаға да, мынау экономикаға да пайдасы көп, қарақтарым. Қазіргі жастар бұндай тамақтан қашып пайдасы міне, ана мынау суши мөшиді көп жейді ғой. Сондықтан да мынау ауру сырқау адамға көп жабысады. Ал енді қазақтың ұлттық тамақтарына жететіндей тамақ жоқ, қарақтарым. Осыны біліп жүріңдер. Ертең анауға керек болып қалар деп айтып жатқаным ғой. Иә, қазақтың даналығын айтам да, апау. Соның барлығын ежелден, ешқандай жерден оқымай барлығын біліп жүрген.